Ассаламу алейкум, тарих сирау. Бүгінгі әңгімеміз қазақ шежіресіндегі кірме рулар жайлы. Сол жайлы әңгіме болады. Әңгімені бастамас бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып кетіңіздер. Қазақ шежіресінде аса үлкен рөл атқарған ру, яғни ол қожалар. Қожалар әрине миссионер, ислам дінін таратушылар қазақ даласында. Қожалар негізі өзінің таракаттары, суфи оқу және мектептер арқылы кеңінен тарат. Бізге қожалар қазақ даласында кеңінен тарап, яғни халықтың үлкен қолдауын алғаннан кейін жалғыз діни саласында емес, және билікке де араласа бастады. Кеңінен тараған сопылық ілімдерін алып келген Ахмет Яссауи сияқты үлкен ұстаздар пайда болды, және ықпалды мектептер осы арқылы халықтың санасын, халықтың қолдауын алу үшін хандар пайдаланып ұстаздарды, жалпы діни мектептерді, медреселерді халықтың қолдауын алу үшін, және үлкен ұстаздарды кеңінен ықпалы болу үшін ханмен тығыз байланыста болды. Яғни қазақтар жалғыз қожаларды емес, басқа да төрелерді ақсүйектерге жатқызған. Төрелер көбіне кеңінен тараған қазақтарда Батый ханның 5-ші ұлы Шайбаннан тарағандар, және 13-ші ұлы Тоқа Темірден. Шайбаннан тарағандар Сатимир, Шах Темір және Жәдігерден тарағандар. Шах Темір арал маңындағы ұлысы болады. Кейін өлгеннен кейін әйелі балдарын алып қазақ даласына келеді, яғни қазақ хандығына қосылады. Ал жәдігерлер олар Көшім ханның ұрпақтары, яғни Көшім хан өлгеннен кейін башқұрттарда болады. Башқұрттардан кейін көтерілістен кейін орыс әскерінен қашып Хиуаға кетеді. Хиуада біраз уақыт осы 19 ғасырға дейін билік етіп келеді. Кейін Хиуадан қалған Абдулла мен Жәдігер 19 ғасырдың басында Бөкей ордасына Абдулла қашып келеді. Біраз уақыт Бөкей ордасында болған. Қазірде Қызылорда облысында Жәдігер төрелер кеңінен тараған. Жалғыз төрелер емес, басқа да төлеңгіттер бар. Төлеңгіттерді көбіне негізі өз руынан белгісіз себептермен шығып кеткен адамдар ханның тікелей билігінде болды, ықпалында. Олар хан негізінен басқа руларды өзінің үстемдігін толыққанды жүргізе алмағанда да төлеңгіттер арқылы сенім артты, яғни олар өзінің руынан толыққанды бөлініп шыққандар, бағынбай. Солар көбіне ханның тіреуі болды, қолшоқпар деп айтуға да болады. Төлеңгіттердің жалғыз өз руынан безгендер емес, басқа халықтардан да кіргендер бар. Соның кеңінен тараған қалмақтардың, жоңғарлардан алған қашып келгендер, немесе қырғыз, ноғай, башқұрттардан да төлеңгіттер болған, яғни ханның тікелей бұйрығымен бағынышты болған, жергілікті халықпен ешқандай туыстық қатынас болмаған, сондықтан да ханға тікелей бағынышты әрі соның бұйрығымен жүретін болған. Әрі қазақ руларының арасында кездесетін, яғни кейбір руларда бар, қырғыз деп атайды. Мысалға Дулат руының ішінде 5 қалмақ деп атайды. Ол негізінен аналары қалмақ қызынан болған. Жалпы кіші жүзде адайларды айтуға болады. Түркмен адай, ол жайлы менде толық шығарылым бар. Түркмен адай не себептен аталған, яғни олардың анасы түркмен қызы болған, сондықтан түркмен адай деп атап кеткен. Бұл қазақ шежіресінде кең тараған. Кіші жүзде қалпақ руы бар. Ол негізі кірме руларға жатады, яғни 18 ғасырда, 19 ғасырларда патша үкіметі Ресейдің әскерінен қашқан татарлар Бөкей ордасында паналап, сол кезде Жәңгір ханның қулық жасап, оларға қара қалпақ кигізіп, бәріне Ресей әскері келген кезде бұлар қарақалпақтар, татарлар бізде жоқ деп, яғни тікелей қалпақ я қарақалпақ екен, татар екен айырылмаған орыс офицерлері ханның сөзіне сенуге тура келді. Солай қазақ шежіресіне кірген. Бұл оқиғадан кейін оларды қалпақтар деп атап өткен. Жалғыз кіші жүзде емес, шығыс Қазақстанда да бар, шала қазақ деп атайды, яғни олар кезінде патша үкіметінің әскерінен қашқан татарлар, және имам Иша молдалар дін таратқан әрі діни сабақ берген медреселерді қазақ даласында. Олардың көбісін екіге бөлсе қазақ, ноғай тұқым, сары тұқым деп. Ноғай тұқым жаңағы татарлардан тарайды, сары тұқым орталық Азиядан келген Иша молдалар, оларда сабақ берген медреселермен және дін таратқан. Және татарлардан бөлек ноғай халқында атап өтуге болады. Кезінде қазақ шежіресі 300-ге бөлінбей тұрып та қазақтың көп рулары ноғай ордасында бірсе қазақ хандығына кіріп шығып жүр. Соның бірі Алшын руларын айтуға болады. Бірақ кейінде 18-19 ғасырларда да қазақ хандығына қосылған, яғни Бөкей ордасына қосылған ноғай қазақтарды айтуға болады. Яғни сол кездердегі ноғай халқының басына күн туған кезде қазақ хандығына
бауырлас қашып келіп қорғауында болды қазақтардың. Осы ноғай қазақтарды пайдаланып Жаңғыр ханның Бөкей ордасында үлкен ықпалы, билігі нықты болды. Және де бауырлас башқұрт елінен де кірген рулар кірмелері бар. Соның бірі кіші жүз әлімнің ішіндегі кетейлерде ескек кетені айтады. Яғни олар сол башқұрттардан келген. Кетейлердің бір биі өзінің қорғанын алған. Сондықтан кетейлер руында жалғыз кетейлер емес, Қарағанды облысы, Қостанай облысында да кездеседі ескектер. Бір қазіргі ғалымдардың үлкен талқылауда отқан кезінде тапқан Қарасай батыр қорымы деп, яғни шапырашты болып Назарбаевтың билігі кезіндегі үлкен телесериалдар және шығарылым зерттеулер шыққан қорым негізінен ол Қарасайдікі емес, ескек Қарасайдың қорымы деп үлкен талқылауда әрі толыққанды дәлелденген жоқ. Қазірде кей ғалымдар яғни биліктің тапсырысымен ескек Қарасайды шапырашты Қарасай қылып жіберді деп күдік күмән тудырып отыр. Шежіреде әрі туысқан қырғыздардың да кіргені бар. Яғни қазір Қызылорда Аралу маңындағы қырғыздар және кезінде Абылай ханның қырғыздарға жасаған жорықтарымен бірге келген қырғыздар, үшінші бір топтары, яғни кезінде Тянь-Шаньға қарай кетіп қалмай осы қазақ даласында қалып қойған қырғыздар деп үш топқа бөлінеді. Толыққанды кейбір қырғыздардың негізінен тек анасы қырғыз болып, ғалымдардың соңғы кездегі генетикалық сараптамалы жасаған кіші жүздегі, яғни қазіргі Ақтөбе облысында тұрып атқан Әлімұлының жататын шөмекейлердің соның ішіндегі Тоқа да қырғыз деген бөлімшесі бар. Ол сол тармағын, қырғыз тармағын зерттей келе ол тек қана анасы қырғыз болған, яғни аталық генетикасында ол толыққанды шөмекейге жатады, яғни аталығы шөмекейден тараған, тек қана аналық гені қырғыз қатысы бар деген. Сондай болжам жалайырларда да бар, бірақ әлі генетикалық сараптама жасалмаған. Сондықтан болашақта үлкен зерттеулер болады деген үміт бар. Ал ағайын, келесі шығарылымда жалғыз қазақ хандығы емес, басқа да Алтын Ордадан бөлініп шыққан, еркіндік алған басқа ұлыстар мен хандықтар жайлы болады. Соның бірі орыстарды айтуға болады. Орыс ұлысын, князьдіктерін Алтын Орда құлаған жайлы. Ол жайлы өздерінің комментариймен пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар, үлкен қолдау жасайсыздар каналдың дамуына. Әрі қоңырауды басып жіберіңіздер. Уақытылы бөліп отырасыздар шығарылымды. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет. Пікір ойларыңызды күтемін.